Отызыншы тамыз егеменді еліміздің ұлы тарихынан орын алатын бүкіл халықтық мереке Қазақстан Республикасының Конституциясы күні. Ата заң халқымыздың ғасырлар бойы тәуелсіз ел болуын аңсаған, армандарын жүзеге асырған мемлекетіміздің алтын қазығы. 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған Конституция Қазақстанның демократиялық, зайырлы құқықты мемлекет ретінде қалыптасуының, дамуының айшықты символына айналды. Конституция біздің барша табыстарымыздың бастауы, барлық қазақстандықтардың құқықтары мен бостандықтарының тең құқылы жағдайда өсіп өркендеуінің кепіліне айналған қастерлі құжат. Ол сондай-ақ мемлекеттегі тұрақтылық пен татулықтың тұғыры. Қазақстан Конституциясы күні қарсаңында кітапханамызда Ата заң алтын тұғырымыз атты кітап көрмесі қойылды. Заңға бағынып оны құрметтеу, оның тарихын, өсіп өркендеу кезеңдерін біле отырып, келешек ұрпаққа насихаттау мақсатында көрмеде ата заңымызды дәріптейтін құнды деректер мен кітаптар жинақталған. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік мұрағаты, фотоқұжаттар және дыбыс жазу мұрағаты ұсынған фотоальбом жинағы. Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы аясында жарық көрген қазақтың ата заңдары, әз дәукенің 7 жағы заңдар жинағы. Ғайрат Сапарғалиевтің Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы. Ата заңның 3 бабында мемлекеттік биліктің бірден-бірі бастауы халық делінген. Ендеше ата заңымыз ел игілігіне жұмыс жасайтын біз сенеміз. Өйткені елдің жеткен биігі біздің жетістігіміз. Бейбіт ел болып, береке бірлігіміз артып, ел тірегіне айналған ата заңымыздың айбыны әркез асқақтай берсін.